Салем бәріңізге, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Интрига жасап, айтпай, енді айтайық деп жатырық па? В общем, Египеттеміз. Көбіңіз дұрыс таптыңыздар. Турция немесе Египет деп жаттыңыздар. Біз Египетке келіп көрмегенбіз, сонымен бала шағамен Египетті көрейік, ел көрейік, жер көрейік деп Египетке келдік. Сол кеше келгенбіз. Кешегі күнді Айшаның каналынан көресіздер, балалардың чемодан дайындағаны, кеше самолетте отырғанымыз, в общем, соның бәрін Айша түсірді. Біз қазір завтрак ішуге бала шағамен таңғы асымызды ішіп алайық деп келе жатырмыз, в общем. Міне бізде бүгін Мұхамеджан осылай киініп алды. Одан кейін Айша бері қарап жүр. Айшаның логы осындай. Фатима, сен де бері қарап жүр. Осындай логы. Мұстафаныкі. Қазір сосын көштем алу қойды. Ару міне бізде. Күн болып жатыр, страшно. Мустиктікі мынандай не стичі? Стичін киіп алды, в общем. Ал менікін қысқырстым. Ачкиім дүміп кеттім, менікі осындай розовый бұл. Да, блин. Красиво. Қазір ағашымызды шығып, бассейнге барамыз ба, или аквапаркке барамыз ба, көреміз қазір. Көрімші мақшы. Я. Сосиска бұл жақта бәрі халал екен. Не хочу. Постоянно жеп жүрген завтрактар. Бір қасық. Әрқайсынан осылай бір қасық қамалап сол кетеді. Мынаның жүрісін қараңдар ма? Қолда аяққа тұрмай жатыр. О жерде нең бар енді, о жерде? Фу, кака. Сүртіп тазалап жатыр, в общем. Жүр, кеттік. Жүр. Мына қараңдар. Жүгіреді. Далаға қарай қашады. Өстіп, осының артынан жүрім. Яу қалдық. Нау қолым қысып жатыр. Бәрімізге осындай берген. Осымен көп шығамын. Аквапаркке кіру үшін осындай лента тағып тұрады. Спасибо большое. Жүріңдер ал кеттік, міне. В общем, менікі мынандай цвет. Сары, взрослый екен да. Бұлардікі мынандай жасыл. Қазір әкеңе дұрыстап тақтырып аламыз ананы. 2 сағат шығатын адам. Примерно ма біліп тұрсың ғой өзіңді, е? Жаным балам ғой, жаным. 5 сағат шықса да баламмен шығам. Екеуден. Давай енді компаниямызды кеп аквапаркке барамыз. Бізде мынандай стик бар, SPF. Мынау деген бір рахат екен, міне бүйте саласың, жақтырмайтын адамдарға ше. Бетіне міне өшті саласың. Ұйықтап барадыр ғой. Ұйқысы кеп тұрғын, шомылдырып, бұлдыратып ұйықтап түстен. В общем, бүйте саласың.
кайф прям, да? Даже білінбейді тұрсыз? В общем, міне өстіп ашық жерлерге бүйте саласың ғой. Ашық жері бетімен қол ғана. Бетіммен қолым ғана мінекі. Кішкене аяғым. Кел. Мінекі. Нағыз кепка кемеген, нерваға тиіп бары кетті. Сонымен күйсе маған бәрібір болып тұр. Вот. Все. Рахат екен, бүйтіп отырмайсың. Сүйке саласың, мә, ары өзіне. В общем, зарядкамды алып алдым. Менің зарядкам 2 метр, в общем. Шығып баратырмыз. Мұстафаның ұйқысы келіп жатыр. Абайыма не даям? Андағыларыңды алыңдар. Шапымды ала салайын. Вот, осындай компашка болып, шуылдап, дуылдап шықты. Шықсай қызым. Қызымның купальнигі қалай. Күшті. Қазір суда көрсетем, әдемі көрінеді ғой купальник іші. Оңамай тұрып кішкене тұрып. Жоқ, кеше деген бассейнде тұрғанда мә красавица болып тұрдың ғой. Күшті болды, қазір көрсетем сіздерге сыртынан. Сол міне мына Мұстафаның несі, маңдайы алдында бурабайда алып бар. Мына ұйқысы келіп жатыр. Біздің аквапаркымызда, қасымызда қазір аквапаркқа ұйқып бітеміз сразу. Вот біздің аквапаркымыз. Соны айтам, несі не, е? Қой кеттіге кетіп болмайды, Айша барғысы келмей жатыр. Жынды екен, қараңыздар. Қазір бұлар әрқайсына сырғанап шетелдерін көрсетем. В общем, бізбен бірге сезініңіздер. Бәрін көрсетуге тұрсам. Қараңыздар, не аквапаркі. Біздің аквапаркі, отельдің аквапаркі. Қазір балалар шомылады, орамал алып білейік. Тереңіне келдік енді. Тереңінде жүрміз. Я не могу дотягиваться руку. Рахат, су деген жып-жылы, ыстық емес су. Андай мұздамайсың, ыстықтамайсың, в общем, сондай су ғой. Аружан кішкене ауырып тұр, что-то ішім ауырып тұр деп. Айша мен Мұхамеджан әкесі şu аквапарктың андай горкасына кетіп қалды. Біз андай детскийінде. Міне Фатиманікі Рахат болады. Ал. Иә. Шапкың қайда басындағы? Ой, білмеймін. Андағымен бар ғой, өстіп ана шетінде жатады, сол кезде шетіне апарып тастайды сені. Жүр, соған барайық өтшіне. Бірақ мен барамайым оған. Қақа. Ол жерде бұлай жүруге болмайды, тек кругпен отырасың болды. Ана шетінде. Не ана шетінде? Ар жақ шетінде ана балалар жүрген, үлкен кісі жүр ғой, сол жерлер. Міне, в общем, шетіне шықтық. Мына шетінде осылай жату керек, өзі апарып тастайды, ана балалар құсапшы. Оған мен аяқпен шығып алдым. Мына бала кругта міне. Жаңағына жатсай? Бұл сөйтті жата бер, өзің кетіп баратсың ғой. В общем, мынау сондай жер екен өзі. Өстіп жатасың, апарып тастайды. Келді міне мына екеуі. Міне бибитка. Таласып жатыр Мұстафа. Маған горкаға барып сырғанақ бер дейді. Горкаға кеттік ал біз енді. Қорқақ де. Алдайым балам, болды, қой енді. Кешпе күшті болып тұр. Красавица болып тұрсың ғой. Мынамен шығады да. Анамен бүйтіп сырғанақ түсіреді. Красавица.
Аружан мен кім Мұстафа кетті в общем. Батырбамаса болды қыз. Қорқады? Адам Осы жолы точно жатам деп келатыр. Папасы күтіп тұр типа. Бол артына адам келатыр. Бол. Тағы істеймін деп қуадым. Қазір көресіздер тағы істеген көрсетеміздер. Қайдағы отырып келеді. Міне, иә. Міне келатыр не. Ой, нағызыңа давай жоқ отыр. Міне екен ғой. Міне. Типа жатып келді енді. Аружандар таппай жүрмі. Аружан мен Мұстафа, в общем, екеуі балонмен кеткен жағына біз жағалайтын жерді көрсеттім ғой. Соған отырып алып кеткен ғой. Жоқ, құдай батырламады ма деп соның ойында жүрміші. Міне дәл алдымнан шықты көрсетім қазір. Маған қараңдар екеуінің келе жатқан. Мен көрген жоқ. Аружан, кайф екеуіңдікі ма деймін, мен аяқта уайымдап іздеп жүрме екеуіңді. Соғылды в общем. Күшті ғой. Ұйықтайтын ойы жоқ па? Ұйықтап қалса жақсы болатын еді. Қызыма мешат етті. Сөйтіп айналып жүре тұрасыңдар ма? Ару? Тағы бір күрге айналып келсеңдерші. Маған қарасам, мен іздеп уайымдап жүрсем, екеуі жатыр ғой мында. Ал енді біз горкадан сырғанаймыз. Қазір бірінші болып міне Айша сырғанады. Енді адреналин ғой. Мынау розовый мен сарысы бірдей де қатты қорқынышты оларшы. Мен мына жасылынан сырғанаймын в общем. Қазір енді Мұхамеджан ғой деймін, мынау по-моему. Иә, розовыйдан Мұхамеджан сырғанады, жасылдан екеміз бірдей отырдық негізі. Бірақ Мұхамеджан бірінші түсіп қойды. Мынау екінші мен түстім в общем. Аружан қазір ең соңынан түседі. Ол да түседі қазір. Күшті екен енді, кайф қой. Қорқышты ма не? Сен қайсынан? Фиолетовый. Мен, в общем, жасылдан менікі прям бомба болды ғой. Аружандікі тоже зеленый. Подождите, давайте. Наны бітіріп алайық. Қача қанса? Нан қарақсан, мына жер нанша ғой. Наны бітіріп алайық, сосын аяққа барайық. Спасай! Кетіп мама, алдыға кетіп мама. Камераны батырып алмайын ба? Ойбай! Баламды батырайып деп жатыр ғой. Қазір қараңыздар, менің телефоным суға батады. Суға кетті ғой мінекі. Топырлап өлдік қой Мұхамеджан екеміз. Мұхамеджан алып берді, көк шортты Мұхамеджан анау менмін. Дүние десе өледі екеміз ғой деп жатырмын. Атып кетті, 3 сағат алыстық осы телефонды. Жасата алмайынан қараңыздар. Әрең алдық судан. Міне балына, в общем, телефоным суға бір түсіп шықты. Судың ішіне шықты. Аружан міне мынау кетті жүзі бұғын. Міне анау Ару. Міне Фатима. Бұл балонмен жүрім. Міне біздің қыз. Айша, камерам түсіп қалды суға бірген. Суға кәдімгідей түсіп кетіп әрең ұстап алып Мұхамеджан алып шықты. Мұхамеджан алып шықты үшін судан.
именно осы алмадан жүргенімізде. Міне біздің баламыз. Жаным. Кел аға, маған келіп жатыр. В общем, мына екі жататын жер біздікі. Коляскамыз міне. Мұстафаны шешіндіріп алып. Тамақ ішейік, обед болды, 1 болды сағат. 11-ден бері жүрміз осында. Мына ағайды көрдіңіздер. Жаным, машалла деп қойыңыздар. Оранып алып жатырмыз, өмір осыныкі. Осы үшін келген сияқтымыз осында демалуға. Ұялмай-ақ қой сенді. Ұялып жатырсыздар, машалла деп қойыңыздар. Кешкі 5-те істейді анау. Жоқ, 5-те аквапарк қайтадан ашылады. Сол кезде қайтадан келеміз да 1,5 сағат. Оған дейін демаламыз. Ұмытып тұрмын, в общем, қағазында жазылып тұр. 3-тен 5-ке дейін ғой бір? 3-тен 5-ке дейін ба, сондай, в общем, әйтеуір 5-і бар. Главное, тамақ ішіп, сосын жатып, душқа түсіп, жатып демаламыз. В общем, біраз анау-мынаулар алып бердік. Енді жеу керек. Сөйтіп жеп жатырмыз, шашлык, в общем, фрукты, салат, балық, тауық, в общем, бәрін жеп жатырмыз. Жеуге келдік деп жеп жатырмыз, в общем. Төртеумізге мінекей 4 мороженое. Мынау қайтадан бургер. Ей, жеме құрсын, Мұхамеджан, азамайсың. Мынаны Аружандарға жеп алып алдым мен. Аружан, Фатима, Мұстафа үшеуі шаршап бөлмеде жатыр, кемеді. Біз мороженое жейміз. Кешкі тамақ ішуге келдік. Адам көп. Жаным. Қараңыздар, үшін мороженое жеп көрейік деп жатырмыз. Ару, сен қандай аласың? Мен киткат. Иә. Тоже сондай бірден екен. Орео. Әрқайсысы $1 дейді. 2 чипсы бәрі халал екен. Иә. Алкогольсіз. Бәрін аламыз. Болма? Декабрьден жатыр. Мороженуларын жеп көріп жатырмыз. Енді біз мынандай челлендждер түсіргіміз келіп жатыр. Мынандай мороженуларды көріп сіздер жазыңыздаршы. Түсірейік па? Мороженыйдың дәмін тап деген. Мына жерде неше түрі бар екен. Может, сондай түсіреміз ба? Мына бәрі халал дейді, тем более ше. Қайсы? Көрсетші түрі қандай. Үлкен Орео. Мен, в общем, соткамды бағана бассейнге құлатып алған. Качествоны қараңыздар, ужас болып қалды. Оңай ма? Ана жаққа 10 барып 10 келдім. 10 деген ол бер жағы. Мына баланың басының құйқасы күйіп баған ғой. Басына шапка кимейді, қанша кидірсең де алып тастайды. Сөйтсе мына шаштарының арасынан басының кожасы көрініп тұр. Қап-қызыл болып күйіп бақ. Майосын Мұстафа. Еще массасы страшно көп екен. Шағып жатыр, в общем. Мороженыйымыз жеп алдық, енді далада жүрміз. Күнде шана нені көріп қайтайықшы. Фотосессия жасайық. Сол жерді көрсетем жүрміздер. Камерам качествосы кетіп қалды. Айша мына бутылкасын алып алғанымыз қандай жақсы болған. В общем, осыған толтырып соқ құйып аламыз 2 литр. Сөйтеміз да өстіп ішеміз. Бүгін бәріміз күнге конкретно күйдік. Мұхамеджан да күйді, в общем, түгел күйдік, бәріміз күйдік. Сол үшін келдік қой енді балалар. Мұхамеджан краш болмай қалдым деп жатыр. Мынау да краш болмай қалдым. Сол, қазір енді жаңа фотосессияны көрсек, сөйтіп жатамыз ау. 3 сағат 10-нан кетіп жатыр. 12-де деген не бар ғой? 12-де тамақты ішіп көрейік та. Көрейік та, енді көрейік. 12-де поздный не береді екен, ужин береді екен. Көрейік соны да. Қалып кетеміз ба? Құрсын түгіл көрейік та. Демал десе өліп демалатын адамбыз ғой. Ақшасын ба? Мына бутылка деген мынау рахат болды ғой. Құрсын литрлеп ішіп жатыр ғой. Қазір тақ толтырып құйып аламыз ана жерден. В общем, сок, мороженое бәрі тегін.
қалағанынша ішіп жейсің. $1. $1 ол мороженое, андай Орео дегендердің магазиннің мороженое $1 екен. Если нравится, выбирайте сами. Такие сколько фотографий в электронном виде, если, тогда одна фотография $3 стоит. $3, А да? если распечатать, тогда одна фотография уже $5 стоит. Но чем больше будем выбирать, тем намного дешевле просто будет. Тоже у нас есть еще другая система, если вам не нужны много фотографий. Наоборот, нам много нужно. Но мы будем, тем не апгрейд просто будем и так далее. В общем, Поэтому я могу вам сказать, допустим, какие у меня свободное время, и вы сами решаете. Давайте тогда, да, лучший вариант вот этот давайте. В общем, кешкісін түссеңдер мынандай қараңғылау болады дейді. Күндіз түссеңдер жарық болады дейді. Вы откуда сам? Мынандай неге отырайық деп жатыр, таксиге. Бесплатный такси деді мына кісі. Сөйлем мінекей бәріміз отырып алдық ал. Таксиде. Аралатып шығатын сияқты. Мұстафа. Менің телефоным не көрмеді, бүгін бассейннен құлады, енді машинадан құлап жүрмесін. Былай құсын. Что? Арала. Бұл жақсы барлығы. Өздерінде включено, да, барлығы? Даже таксилары. Мына ұйқысы келіп отыр, мынаны қараңдар. Көзі жұмылып отырсын. Міне мына жерге дейін әкеп тастады. Мына жерде базар, қараңыздар, маркеттер бар екен. Қазір көрсетсем, енді өзім көргеннің бәрін. Мына машина енді басқа адамдарды алып кетті, бізді алып кетті. Жүр, Фати. Біз барып саған қайтадан отырамыз ба? Иә. Аружан күні бойы ауырып жаңа тұрып еді. Әлі настроение жоқ. Қызым. В общем, міне фармация, ана жерде аптека бар екен. В общем, бәрі бар. Ал? Аптеке деп рас. Аптеке. Нелер спорт нелері, в общем, футболкалар, в общем, осындай базар екен. Құдай бұйырса, бүгін емес, 3-4 күннен бірақ келеміз. Мына жақ бетінде де, мына жақ бетінде де бар екен осы базар. Анан қарағансы. Адам не жмот. Или адам не жмот. Короче, қазақша жазып болған да, орысша жазып болған бір. Аружан, біз артында отырмыз. Үй мамам да. Наватыр ма? Наватыр дем. Байша шығып қалды. Блин, мама. Жерге жатып. Анау аквапарктары. Мынау жынды қараңыздар, бассейнге түсеміз. Бассейн уже ақшамнан кейін болмайды түсіруге. Ну жынды реально барайын деп жатыр ғой. Жынды мынау. Стефа, кума. Бұл біздің Египеттегі екінші күніміз болатын. Егер бірінші күнімізді көргілеріңіз келсе, Айшаның каналына кіріп көре аласыздар. Айшалардың сол жақта ойнап, күшті көңіл көтергені бар болатын. Ал бұл мендегі екінші күн. Айша екеміз кезектесіп түсіретін боламыз. Арасында Фатимаға, в общем, тығылмақ, дәмін татып көр деген сияқты челлендждер түсіреміз. Егер сіздерде күшті идеялар бар болса, комментарияға жазып кетіңіздер, міндетті түрде түсіретін боламыз. Ал соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.